сендер өмірден артта қалғандарың. Сен қандай ханшайымсың? Қандай? Шашың сиқырлы ма? Жоқ. Ал қолдарың? Жоқ. Жануардың тілін түсінесің бе? Жоқ. Уландың ба? Жоқ. Қарғыс па? Жоқ. Сен ұрлап кетті ме? Жоқ. Бәрі дұрыс па, полиция шақырайын ба? Олай болса, сен теңіз мыстанмен келісім жасап, даусыңды адам аяғына айырбастамаған шығарсың деп ойлаймын. Жоқ. Не деп тұрсың, ондайға кім келсек? Шынайы махаббат сүйсін білесің бе? Фу, кәпір. Әкең тым қатал ма? Менің тіпті анам да жоқ. Иә, бізде де. Ал енді ең күрделі сұрақ. Адамдар сымбатты, сері жігіт келсе, мәселенің бәрі шешілді деп ойлай ма? Иә, сөйтсе не болыпты? Ол шынымен ханшайым. Киіміңді кім тіккен? Ешқашан мұндай киім көрмеппін. Бұл ескі киім ғой. Менде де осындай болса ғой шіркін. Менде де. Менде де. Маған да осындай керек. Мен тышқандарымды жұмысқа салайын. Неткен керемет. Жасасын Ванилопа ханшайым. Жайлылықтың патшайымы. Иә, Ванилопа. Бұған ауыр етекті көйлегімді ойланбай айырбастар ем. Ешқашан осындай киім киіп көрмеппін. Қалай аталушы еді? Иә, жейде. Армандаушы едім мен жейде кегеуді. Жоқ, тоқта, не боп кетті? Ол ән айтты. Иә, бірақ бір сәтте музыка ойнап кетті, жарық түсіріліп кетті. Тоқтаңдар, сендер де көрдіңдер ғой, иә? Ханшайымдар армандап ән салғанда әрдайым осылай болады. Менде ешқашан олай болып көрмеген, бір ретте болмапты. Сен байқап көрсеңші, жан тәніңмен армандайсың? Сол жайында ән сал. Жарайды, қазір бұл қолымнан келеді, көрейік. Орыл керек, маған керек, тек рөл керек. Дүрүтүтпу, вау. Енді әлі көп нәрсе үйренуің керек. Сен әнге қосып тұрған жетпейтін бөлшек. Ол метафора ма? Жоқ, бұл метафора емес, маған шынымен де басқару рөлі қажет. Бұл менің ойынымның жетпейтін бөлшегі. Бұның жақсы ғой. Бірақ шын арманыңды ойласаң, ән өздігінен шыға бастайды. Рас айтам. Кей ханшайымдар қандай да бір өзен жағасына барып, бақырайып отырады. Не? Иә, мен тілек құдығына қарағанды ұнатам. Ал мен мұхитқа қараймын, жылқын ауасы. Сабын көпіршігі. Тоқта, сонда мен әйтеуір бір суға қарасам? Иә, айрықша суға. Иә, әрине, айрықша су. Сол айрықша суға қарасам болды. Арманым туралы еріксіз ән сала бастаймын ба?